Сәлем оқырман. Бүгін студияда Айза мен Сұлтан эфирге келіп, ұлма қыз ба соны анықтау үшін гендер пати жасаған болатын. Үлкен мереке екі жандар үшін бұйыртса ұл болатынын анықтады. Құттықтаймыз. Қаншама екеуінің арасында ұрыс-керіс, ажырасулары болды. Бірақ соңында екеуі бірге отбасылы болып нәрестелерін күтуде. Және де бүгін Сұлтанның туған күні, оны да құттықтап қояйық. Екеуіне бақыт тілейміз, қол ұстасып бірге болсын, және де көріп жатқан адамға жұғысты болсын деймін. Эфирге келген Айза болса, өзінің түнде ұйықтамай уайымдағанын айтты. Кім болады екен деп қатты толғандым дейді. Ер азаматын тапқанына жобаға рахметін айтып, осында жалғыз хайп емес, отбасылар құрылып жатқанын еске түсірді. Сұлтан болса қыз деп ойлағанын айтты. Айза екеуі бәстесіп те үлгерген екен. Әдемі көрініс болды, жеке мерекелері жақсы өтті. Бастысы аман сау бала дүниеге келсін деймін. Және де отбасылары айырылмасын дегім келеді. Көрермендердің пікірі енді екіге бөлініп жатыр. Жақсы айтатындар да бар. Жаманы да жеткілікті. Айза көз жасын төгіп, талай интернеттен ажырасайын деп жатырмын, Сұлтанмен де бейде ғой. Ол да өтірік боп шыққаны ма? Зачем играть такой спектакль? Сұлтан Айза балаларын бақытты болыңдар, аман болыңдар, көптен бері көрмедік. Жарайсын Айза қызым, ана болайын деп жатыр екенсіңдер. Міне көз тойып қарайтындар қуаныштармен бөлісіп жатыр. Ішкен жегенін салып қылтындап қайта-қайта инстана шығып мақтанбай жетістіктерімен бөлісіп жатыр. Тату болып айрандай ұйыған отбасы тілеймін, жандарың бақытты болыңдар. Айза сияқты шынайы қыздар өте мықты болады деп үгімі қолдап жүруші едім. Міне дәлел, инабатты, ибалы, адал, нағыз керемет келін. Бақытты болыңдар жандарым, ата ананың разылығын алып әрқашан жолдарына ашық болсын, дейді оқырмандар.